Сәлем, достар. Сіздермен бірге ерке. Бүгін мен сіздерге қотыр торғай ертегісін айтып беремін. Олай болса, ертегімді соңына дейін тыңдаңыздар. Өте қызықты болады. Бір қотыр торғай шеңгелге келіп отырғанда, жарасының қара қотырланған ұзын шеңгелдің тікенегі сырып кетіпті. Торғай ашуланып, «Қап, бәлем, сені ешкіге айтпасам ба?» деп ешкіге келеді. Ешкі ана шеңгелдің сындырмағын неге жемейсің? Ешкі болса, оны жемек түгілі өзім ақтай алмай жатырмын. Торғай, «Қап, бәлем, сені қасқырға айтпасам ба?» дейді де қасқырға барады. Қасқыр, ана ешкіні неге жемейсің? Оны жемес түгілі байдың жылқысын жеп таусалмай отырмын. Торғай болса, «Қап, бәлем, сені жылқышыға айтпасам ба?» дейді де жылқышыға барады. Жылқышы, ана қасқырды неге ұрып алмайсың? Жылқышы болса, ұрып алмақ түгілі менің ұйқым қанбай жүр. Бәлем, сені байға айтпасам ба? дейді. Торғай, байеке, ана жылқышыңды неге сабамайсың? Оны сабамақ түгілі өзім қоспамды таусалмай отырмын. Бай, «Бәлем, сені тышқанға айтпасам ба?» деп торғай одан бетер ашуланады. Тышқан, байдың сорпасын неге жемейсің? Болса, оны жемек түгілі өзімнің інімді қаза алмай жатырмын. Тышқан, сені балаларға айтпасам ба? дейді торғай. Балалар, ана тышқанды неге ұрып алмайсыңдар? Балалар болса, оны ұрып алмақ түгілі өзіміз асығымызды ойнап алмай жатырмыз. Бәлем, сендерді кемпірге айтпасам ба? дейді торғай. Кемпір, ана балаларды неге ұрмайсың? Кемпір болса, оларды ұрмақ түгілі өзім жүнімді сабай алмай отырмын. Бәлем, сені құйынға айтпасам ба? деп торғай одан бетер ашуланыпты. Құйын, кемпірдің жүнін неге ұшырмайсың? дейді. Құйын соғып, кемпірдің жүнін ұшырады. Балаларды ұрады. Балалар тышқанды ұстап алады. Тышқан байдың қоспасын түгел жеп қояды. Бай жылқышыны сабайды. Жылқышы қасқырды ұстап алады. Ешкі шеңгелді жей алмастан, қотыр торғай шеңгелден алмаған дейді екен. Мінекей достар, осымен менің ертегім аяқталды. Сау болыңыздар.